бетіңізді жылтыратып дәлелдіретін, аллергиясына жақсы көмектесетін, қазіргі ыстық кезде бетіңіз қызарып кете беретін болса, бөртпелер тасып кететін болса, сізге жақсы көмектесетін тоник рецепт көрсеткім келіп отыр. Ол үшін бізге ромашка қажет болады ханымдар. 2 ас қасық ромашканы тысымызға салып, оған 250 немесе 300 мг қайнап тұрған су құямыз. Жақсылап бір араластырып жібереміз де бетін жауып суығанша қалдырамыз. Сосын барып сүзіп алып, өзімізге ыңғайлы ыдысқа құйып қоямыз. Бұл тоникті азанда және кешке бетіңізді жуып болғаннан кейін осы тоникпен сүртеміз. Қалған артылғанын мұз қылып, бетіңізді осы тониктен кейін мұзбен ысқыласаңыз да болады. Бірақ енді қатты қызаратын беттер болса, ол қажет емес. Осылай холодильникте сақтаймыз. Біраз уақытқа дейін сақталады, бұзылмай. Азанда және кешке бетімізді сүртеміз. Беттеріңіз жылтырап, нәрленіп, тегістеліп, және де аллергиялары кетуіне жақсы әсер береді. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Нәтижесімен комментарий бөлімінде бөлісіп отырыңыздар ханымдар.